Ұлы рухтың ақылға сұрауы. Бәлкім біз бұл процесті ұғуға, түсініп жетуге ақылымыз жетпес. Онда мәңгілік және қарым-қатынасты оңай ғана есімізде сақтау үшін рухтың ақылға айтпағы деп айтайық. Оны сиқырлы, көркем деп атауымыз да мүмкін. Оны ескертуші деп атауымыз да мүмкін. Оны мұғжизалы сихир деп те атауымыз мүмкін. Бірақ оны қандай атауымыз маңызды емес. Сұрау немесе дұға ету өзін соған сендіруге мәжбүрлеу емес, бәлім ол ақиқатқа негізделген деп жазады Роберт Битцер. Бұл орыну ақиқатты мойындау және оны қабылдауыңыз үшін сенімдеріңізді өзгертуге көмек береді. Басқаша айтқанда сұрау немесе дұға бар нәрсе туралы өз-өзіне ескерту тәсілі болып табылады. Мысалы, жұмсау заңдылығы бар. Бұл ақиқат. Сұрау болса, сол заңдылықты өзіңізге ескерту болып табылады. Төмендегі сөздерді ішіңізде таңертең және кеште дауыс шығарып қайталаңыз. Ең негізгісі, қашанда біреуге ақша бермекші болсаңыз, сол сөздерді айтуды ұмытпаңыз. Мен білемін, бұл әлемде таусылмас қуат жүйесі бар. Ол менен айналама таралады. Өзімде бар, және мені орап тұр. Біз онымен байланыстамыз. Онда өмір сүреміз, және оған тиеселіміз. Бізге көмек беруші қуат жәрдемінде, құдды басқалардай мен де сізбен байланыстамын. Білемін, мен қуат жүйеме нені берсем, ол жақсылықтарымды көбейтіп және кеңітіп өзіме қайтарып береді. Өйткені жүйесінің табиғаты көбейту және кеңітуге негізіне құрылған. Мен оны түсінгенім, одан алған және алуда жалғастырып жатқан, және келешекте алатын сый-сияпаттар үшін ризамын. Бұл процесс жұмсау заңдылығын әрекетке келтірген басқа әр бір кісі сияқты мағанда қызмет жасауына сенемін. Әрдайым сондай болады. Бұл анық. Әрдайым, қандай да нәтижеге жетсеңіз, бұл сөздерді қандай көңіл күйде айтқаныңызға байланысты. Жақсы көңіл күй заңдылық әрекетін белсенділігін күшейтеді. Өзіңізді өте бақытты сезініңіз.